Шерхан Қалмұрза мен Дастан Сәтбаев Қазақстан футболының болашағы ма? Достарым, осы видеоны бастамас бұрын қазақ каналды қолдап, лайк және де подписация етіп кетсеңіздер. Соңғы жылдары Қазақстан футболында жаңа есімдер көп шыққан жоқ деп жиі айтамыз. Ұлттық құрамының нәтижесі тұрақсыз. Клубтарымыз Еврокубоктарда сирек жарқырайды. Бірақ соңғы уақытта жанкүйерлер арасында жиі айтылатын екі есім бар. Олар Шерхан Қалмұрза мен Дастан Сәтбаев. Көпшілік бұл екеуін Қазақстан футболының жаңа буыны, тіпті болашағы деп атап жүр. Бірақ шынымен солай ма? Әлде бұл жай ғана уақытша хайп па? Бүгін осы сұраққа жауап іздеп көреміз. Алдымен Дастан Сәтбаевтан бастайық. Дастан өте жас болса да өзінің талантымен футбол мамандарының назарын аударды. Оның басты ерекшелігі батылдығы. Көп жас футболшылар алаңға шыққанда қысылып, тәжірибелі ойыншылардан именіп тұрады. Ал Дастан керісінше, топты сұрайды, жауапкершілікті алады, шабуыл ұйымдастырудан қорықпайды. Көп сарапшылар оның техникасын жоғары бағалайды. Топты қабылдауы, жылдам шешім қабылдауы және ойын көру қабілеті өз қатарластарынан әлде қайда жоғары екенін байқалады. Ең бастысы, ол әлі даму үстінде. Қазіргі деңгейі оның шегі емес. Егер дұрыс дайындық жасап, жарақаттан аман жүрсе, бірнеше жылдан кейін Европа чемпионаттарында ойнауы әбден мүмкін. Енді Шерхан Қалмұрза туралы сөйлесейік. Қақпашы позициясында талантты футболшы шығару өте қиын. Себебі бұл жерде тек физикалық дайындық емес, мінез де маңызды. Шерхан дәл осы қасиетімен ерекшеленеді. Жасына қарамастан, ол алаңда өте сенімді көрінді. Қорғаушыларға нұсқау береді. Қауіпті сәттерде сабыр сақтайды және ең маңыздысы жауапкершіліктен қашпайды. Көптеген жанкүйерлер оның ойындарындағы сейфтарын көріп, Қазақстанда көптен бері мұндай керемет қақпашы болмағанын айтып жүр. Қақпашының ең үлкен артықшылығы психология. Бір гол жіберіп алса да, келесі эпизодқа дайын болуы керек. Шерхан осы қасиетті ерте жастан қалыптастырып, келе жатқан әсер қалдырады. Ал енді ең қызық сұрақ. Неге дәл осы екі футболшының Қазақстан футболының болашағы деп атайды? Себебі олар екі түрлі позицияда ойнайды. Бірі шабуылға жауап береді, бірі қорғаныстың соңғы шебі. Футбол тілінде айтсақ, біреу гол соғуға көмектеседі, екіншісі гол жібермеуге тырысады. Яғни команда үшін ең маңызды екі бағытты қамтып тұр. Тарихқа қарасақ, көптеген мықты құрамалар дәл осылай құрылған. Мысалы, Испанияда шабуылда Давид Вилья жарқыраса, артында Икер Касилес тұрды. Германияда шабуылшылар көп гол соқты, ал қақпада Мануэл Нойер сенімді ойнады. Қазақстанда да сондай буын қалыптасуы мүмкін. Әрине, қазірден бастап оларды әлем жұлдыздарымен салыстыру ерте, бірақ потенциал бар екені анық. Дегенмен бір нәрсені ұмытпау керек. Талант жеткіліксіз. Футбол тарихында өте талантты бол, бірақ үлкен деңгейде жете алмаған ойыншылар аз емес. Себебі үлкен футбол тек қабілеттен тұрмайды. Тәртіп керек, еңбек керек, өзіңді дамыту керек, күн сайын жұмыс істеу керек. Егер Шерхан мен Дастан осы жолдан таймаса, бірнеше жылдан кейін Қазақстан құрамасының негізгі ойыншылары болуы әбден мүмкін. Бірақ білесіздер, Дастан Сәтбаев Челсиға кететін. Егер Шерхан мен Дастан осы жолдан таймаса, бірнеше жылдан кейін үлкен Европада ойнауы әбден мүмкін. Тіпті Европаның үздік чемпионаттарына асуы да ғажап емес. Қазір жанкүйерлердің үміті жоғары, бірақ қысым да жоғары болады. Сондықтан олардың әр ойыны, әр қадамы бақылауда болады. Бәлкім 5 жылдан кейін біз бүгінгі видеоны еске алып, дәл сол кезде Қазақстан футболының жаңа дәуірі басталған екен дейтін шығармыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Шерхан Қалмұрза мен Дастан Сәтбаев шынымен Қазақстан футболының болашағы ма? Әлде әзірге асығыс қорытынды жасап жатырмыз ба? Пікіріңізді комментарийге жазыңыз.